Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Nissan Qashqai 2013 жылдығы көліктің қозғалтқыш көлемі 1/6. Бұл көлікке біз жаңа прошивка жасап берген болатынбыз. Сосын свечін тазалаған болатынбыз, свечін ауыстырған болатынбыз. Себебі свечтер жасамайды. Және де бір айта кетерім, бұлардың форсункасында непосредственно впрыск деген GDI форсункілер. Қазіргі Toyotаларда, мына басқа көліктерде впускной коллекторлерге шашады, содан кейін цилиндрдің ішіне кіреді. Ал мына моторда міне тіп-тіке дизель сияқты тіп-тіке форсунка сосын заттана Porsche-ның үстіне шашады. Осыған GTI, TDI, FSI деген форсункілер осылар непосредственно. Содан кейін бұларда 4 форсунка болмайды. Мотор 4 цилиндр ғой, бірақ 4 форсунка емес, ал бір цилиндрге 2 форсункадан 8 форсунка болады. Біз қазір мына көлік 108 мың жүрген, мысал үшін стендке аппаратқа тексертеміз, көреміз қандай болған. Мынау қазір мына 3-ші мен 4-ші цилиндрде, әсіресе 3-ші цилиндрде ошибка шығарған, пропуск воспламенение. Көлікте газ жоқ, таза тек бензин. Қазір 3-ші цилиндрдің форсункасын біз мына стендке салған болатынбыз. 3-ші цилиндр енді жаңа айттым ғой, 2 цилиндрден де бір форсунка. Мына 3-ші цилиндр мына шетте және мына шетте. Ал мына ортадағы 4-ші цилиндр. Қазір бір тексеріп көретін боламыз. Қайсысы осыған? Мінекей, форсунка қазір сізге айтам, мысал үшін визуальный қазір көрінеді. Мінекей, мыналар напор жақсы шашады, ал мынада кішкене аз шашып тұр. Байқайсыңыз ба, мына екеуінен қазір бір қараймыз. Негізінде бұл бәрі бір шашу керек. Міне мысал үшін 42-44 мл болу керек. Мынада 42 мл, бұл 38 мл, ал бұл тіпті 30 мл. Мына екі шеттегісі мен айтайын деген мына 3-ші цилиндрдің форсункасына жатады. Ал мына 4-ші цилиндр. Көлікте 3-ші цилиндрдің пропуск воспламенениесі деген мына форсунка дұрыс шашалмағандықтан. Қазір осыны тазалап тексеріп көретін боламыз. Қазір мына форсунка уже дұрысталды, міне көрдіңіз ба? Жаңағында распылы кішкентай еді басында, сәл-сәл жөндеп жатыр. Өсіп міне қайнатып жасайды. Міне жаңағы екінші партия форсунка. Бастағы нагарларды көрдіңіз ғой? Басындағы нагар көрінер ме екен? Микроскоп бірдеме аларым келесіде YouTube үшін, сіздер үшін көрсін деп распылдарды. Жаңа айттым сіздерге, бір цилиндрде 2 форсункадан болады бұларда. В общем, 4 цилиндрге 8 форсунка. Міне жаңа тазаланып шыққандар, бастарда басқа тазалау, ал мыналар енді тазаланатындар. Көрдіңіз ғой? Бұл тазаланған, бұл тазаланбаған. Осында салып, стендке салып көретін боламыз. Мінекей достар, прошивкадан кейін қыздырып көріп жатыр. Ошибка кетті, 3-ші цилиндрдің пропускасы кетті, катализатор кетті. Барлығы да жақсы болып тұр. Қазір газы кетіп көреміз. Все четко. Бұл көлікке біз прошивка жасадық, және де форсункаларын тазаладық. Свечлерін ауыстырған болатынбыз. Көлік Аллаға шүкір жақсы болды. Баршаңызды хабарласыңдар достар, келетін болсаңдар, звондаңдар, Nissanдар. Күтеміз сіздерді.